Hello everyone, how are you today? Балалар, біз енді сендердің қолдауларыңмен кезекті видеомызды түсіргелі отырмыз. Яғни, осында қалдырып жатқан видеоға қалдырып жатқан түрлі керемет жаңағы комментарийларыңа көп рахмет. Міне соның нәтижесі келесі видеомызды түсіреміз. Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен English Language 4 кітабының 24 және 25-ші беттегі тапсырмаларын талқылайтын боламыз. Learn from the good, hate the bad. Нені жақсы, жаман, не болмаса ұнатпау керектігін үйренелкеміз осы lesson 5-та. Exercise 1, listen, point and repeat. Бірінші тапсырмада тыңда, қайтала және тыңдап қайталап жаттап алуымыз керек. Бұл сөздіктерді суретімен берілген, есте сақтаймыз. Мен атынан қайталаймыз, ағылшынша, қазақша және жаттап аламыз. We are a uniform. Униформа кию, форма кию, мектеп формасын болсын, дәрігерлер болса, дәрігерлердің өзінің формасы бар деген сияқты. Chew gum, сағыз шайнау, shout. Shout дегеніміз айқайлау. Be quiet дегеніміз тыныштық сақтау, тыныш болу. Make noise дегеніміз шулау. Drop leader дегеніміз қоқыс тастау. Есте сақтаймыз, жаттап аламыз. Exercise 2, read and underline, then listen and check. Бізге төменде өлең берілген екен. Осы жерде және де варианттармен сөздер берілген. Қайсы сәйкес келеді, соны таңда деп тұр. Және де өзіңді тыңдау арқылы тексер дейді. Follow the classroom rules when you go to school. Сен мектепке барғанда сыныптың ережесіне бағын дейді. Сыныптың ережесін ұстан дейді. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Барлығы керемет болу үшін сыныптың ережесін сақта дейді. You must stay in your seat and keep your desk neat. Сен орныңнан тұрмауың керек дейді. Өз орныңда отыруың керек және партаңды таза ұстауың керек дейді. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Сыныптың ережесін сақта және солай барлығы керемет болады. You must be there on time and never jump the line. Сен мектепте уақытысында болуың керек, яғни кешікпеуің керек деп тұр. Және ешқашан кезектен секірме дейді. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Exercise 3, sing the classroom rules song. Яғни жаңа екінші тапсырмадағы сынып ережесі атты өлеңді сыныпта қайталап айт дейді. Бұны өздерің айтасыңдар әрине. Мына жерде жаңағы біздің белгілегенімізді көрсетіп кетейін, балалар, осылай жазып аламыз. Grammar, modal verbs. Грамматикаға келетін болсақ, модальдық етістік, must және can. Модальдық етістіктері must және can. Can дегеніміз бұрыннан білетін шығарсыңдар, істей алу, қандайда бір іс-әрекетке қабілеттілікті білдіреді. Ал must дегеніміз бұл керек деген сөз, бізде қазақ тіліне керек деп аударамыз, бірақ бұл міндеттілікті білдіреді. Яғни сен сабағыңды жақсы оқуың керек. Сен мектептен кешікпеуің керек дейтін болсақ, міндеттілікті білдіріп тұр, керек деп тұрмыз, бірақ ол бізде міндеттілікті білдіреді. You must be quiet. Сен тыныштық сақтауың керек. You mustn't make noise. Сен шуламауың керек. Must десек керек, mustn't сен солай жасамауың керек дегенді білдіреді. Плюс сөйлемде, болымды сөйлемде must, болымсыз сөйлемде mustn't. Яғни mustn't дегенде мынау бізде must not деген сөзді қысқартып mustn't дейміз дейді. Түсінікті ғой? Exercise 1, write must or mustn't. Керек па, жоқ керек емес па? Солай жасау керек па, жоқ олай жасауға болмайды ма? Соны айтатын боламыз. Біріншісі, you mustn't shout in class. Shout дегеніміз айқалау ғой, you mustn't shout in class. Сен сыныпта айқаламауың керек деп тұр, mustn't қоямыз. Келесі бізде униформа киюің керек деп тұр. You must wear a uniform.
онда біз must деп қоямыз бұл жерге. Келесі қараймыз, mustn't болады, бізде you mustn't drive later. Сен қоқыс тастамауың керек. Ал енді төртіншісін өздерің айтып көріңдер. Must бола ма, жоқ mustn't бола ма? Суретке қарап айта аламыз, You mustn't make noise. Келесі қалай болады? You must be quiet. Сен тыныштық сақтауың керек, Келесі, you mustn't chew gum. Сен сағы шайнамауың керек деп тұр. Let's play. What's the rule? You must be quiet. Қанеке ойнайық дейді. Қандай ереже дейді? Сен тыныштық сақтауың керек деп тұр. Exercise 2. Talk with a friend. Сен өзіңнің досымен сөйлес дейді. Мысал қалай дейді? Chew gum десек сағыз шайнау. Осыған былай жазады екенбіз. Эйда мысал көрсетіліп тұр, астында қараймыз. Can I chew gum? Мен сағыз шайнасам бола ма дейді. B жауап береді. No, you can't. Сағыз шайнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Деген сияқты енді келесінде дәл осылай айтамыз. X болса no, you can't. Ал галочка тұрса yes, you can деп жауап береміз. Және де мыналармен біз сұрақ қоюымыз керек. Өте оңай ғой, былай жазамыз. Барлығының басына осы жерге can I деп қойып шықсақ болды. Can I write on the desk? Can I ask a question? Can I take out the rubbish? Can I eat in class? Can I come to the board? Деп, мына can I дегенді жазамыз болды, мінеки былай. Can I болды, осылай сұрағымыз қоя береміз. Can I write on the desk? Мен партаға жазсам бола ма? No, you can't. Жоқ, болмайды. Can I ask a question? Сұрақ қойсам бола ма? Yes, you can. Келесі, can I take out the rubbish? Қоқысты шығарайын ба, қоқысты тастайын ба дейді. Yes, you can. Can I eat in class? Мен сыныпта тамақ жесем бола ма? No, you can't. Жоқ, болмайды. Can I come to the board? Мен тақтаға шықсам болады ма? Yes, you can. Дәл осылай сөйлем құрастырамыз. Болды сонымен. Осымен бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.